Саламатсыздар ма, құрметті бастауыш сынып мұғалімдері. Бүгінгі біз сіздермен кездесуімізде аутентті материалдарға нелер жатады және оларды қазақ тілін оқыту барысында қалай қолдануға болады деген сұраққа жауап береміз. Аутентті мәтіндерге бұл айналамыздағы оқу үдерісіне арнайы бейімделмеген кез келген мәтіндерді алуымызға болады. Бұл есебінде жарнамалық постерлер, дәрі-дәрмек қорабы да берілген ақпараттар, шақыру қағаздары немесе концерт билеті, түрлі сауда-саттық жасау барысында алынып жатқан түбіртектер, жол көлік билеттері, бұлардың барлығы аутентті мәтіндердің мысалы болады. Ең қарапайым, ең арғысы оқушылардың күнделікті өмірде кездесіп жүрген жол белгілері, темір жол, әуежайдағы кестелер, бұлардың барлығы да аутентті мәтіндердің мысалы. Ал осы аутентті мәтіндер негізінде ақпарат алу, оны өңдеу, талдау, негізгі ой қорытындысын жасауға үйрету, бұл қазақ тілі оқу бағдарламасында 2-ші сыныптан 4-ші сыныпқа дейінгі күрделене түрлі дерек көздермен жұмыс оқу мақсатында қарастырылған. Бүгінгі мысалға шақыру билеті немесе концерт билетін алайық. Бұл концерт билеті арқылы оқушылардың ақпарат алуы, яғни топта талдау жұмысы, оқу, танысу, мына сұрақтарға жауап беру керек. Бұл концертте қай топтар өнер көрсетуі мүмкін? Концерт қайда өтеді? Концерт сағат нешеде болады? Концерттің бағасы қанша екенін қалай білуге болады? Өнердің қай түрін тамашалауға болады? Пәнаралық байланыс. Бұл концертке, яғни оқушының біз болжам жасауда дағдысын қалыптастыра аламыз. Бұл концертке қандай жас шамасындағы адамдар баруы мүмкін? Кімдер көрермен болуы мүмкін? Немесе бұл концертті тағы қай жерлерде ұйымдастырса, концертке көп көрермен жиналады деген сияқты сұрақтарға топта талқылау арқылы оқушылар ақпаратты билеттен ала отырып жауап береді. Бұл жауап беру негізінде топта талқыланды. Ал енді әр оқушы қаншалықты концерт билетін танысып түсінді. Оны талдау жұмысы арқылы оқушыларға қарапайым кесте беріп, ашық ішінде жабық сұрақтарға жауап беру. Мысалыға, бұл цирк билеті ме? Концертте эстрада жұлдыздары өнер көрсетеді. Немесе концерттің билеті 500 теңге. Немесе концерт Қазақстан кинозалында өтеді деген сияқты сұрақтар оқушылар дұрысын және бұрысын өз бетінше белгілейді. Ең маңызды әрекет бұл оқушының оқу мақсатына қол жеткізу барысында тәрбиелік мәніне, өмірмен байланысына назар аудару. Сондықтан да енді осындай концертке қалай киініп бару керек топта? Концертке барған сәтте өз орныңды қалай табу анықтап аласың. Жалпы концертте тамашалаудың мәдениеті қандай? Не жасауға болады? Ал қай іс-әрекет адамның ерсі болады? Қарапайым. Оқушы осыны өздері талқылай отырып шешім табуы керек. Мәдениеттің бір үлкен белгісі бір-бірімізге құрмет көрсету. Көрермен есебінде концертте қай кезде гүл сыйлап құрмет көрсетуге болады? Қай сәтте сыйлаған дұрыс? Және қалай қозғалып барған дұрыс? Осының барлығын оқушылар өзінің өмірлік тәжірибесімен байланыстыра отырып талқылап, топтың шешімін шығарады. Егер біз концерт билетін жақсы білдік, концертке қалай бару керек екенін таныстық. Енді осы концертті әр топ өзі ұйымдастырса ше, тақырыбын қалай қояр еді? Қандай өнер түрлерін тамашалауға болар еді? Концертке қандай жас шамасындағы адамдар келуі деп өздері ойлайды. Олардың концертіне неліктен көрермен баруы керек деген сұраққа өздері жауап беріп, өз тобының концерт билетіне жарнама
құрастырады. Бұл жарнама құрастыру барысында оқушылар топ болып өзара бірін-бірі критерийлерге сәйкес қалай құрастырды? Тыңдарманның назарын аударту үшін сөз қолданысы қандай болды? Қандай ишараны, дауыс екпінін, дауыс ырғағы қандай болды? Бір-бірі топтар өзара бағалай алады. Ең қызықты жай, оқушы әр топты бағалап болғаннан кейін әрбір оқушы өзіне таңдау жасап, осы бүгінгі таныстырылған концерттердің ішінде қайсысына билет сатып алатынын өз бетінше анықтауы керек. Және бұл анықтағаннан кейін тәрбиелік мәніміз, концерт билетін кімге сыйлар едің? Кіммен концертке бірге барғың келеді? Неліктен сен ол анаңмен, мүмкін досыңмен, неліктен әкеңмен барғың келді? Себебін түсіндіріп, өзінің жасаған қадамы, шешімін дәлелдей білуге, өз іс-әрекетін түсіндіре білуіне бағыттаймыз. Бұл қарапайым ғана мысал, бірақ күнделікті өмірде оқушылар жиі кездесетін жағдаяттардың барлығын оқу үдерісінде оқу, ойын және ой қорыту процесіне жетелеп алуымыз керек. Құрметті ұстаздар, бұндай кез келген жұмысты шығармашылық жұмыспен байланыстыруға болады. Ары қарай, егерде Шәмші Қалдаяқов болатын болса, Шәмші Қалдаяқовтың әндері туралы, өмірі туралы деректер іздеу жұмысымен байланыстыруға, немесе қазіргі таңдағы Қазақстандағы ұлттық дәстүрімізді жыр, жырау, айтыс өнеріне қарай бағыттап ұйымдастыруға болады. Бұның барлығы оқу мақсаттарын қол жеткізу арқылы жүзеге асырылады. Осымен сіздерге аутентті мәтіндер туралы кездесуімізді соңына жетіп аяқтаймыз. Сау саламат болыңыздар, келесі кездескенше.